Сыйланбаған гүл шоғы. Торғын Жолдасбек қызының әңгімесі. Жоғарғы оқу орнын тәмамдап, жаңа жұмыс орнына орналасу мақсатында құжаттарымды ретке келтіріп жүргеніме міне 3-ші күн. Бүгінде таңның атысымен халыққа қызмет көрсету орталығына келдім. Ғимарат іші күйбің тіршілікке бой алдырған халыққа лық толы екен. Біреудің біреумен ісі жоқ. Ауада қапырықтау. Әдеттегідей өзіме тиесілі реттік нөмірімді алып, ыңғайлы орынға жайғасқан соң, сол қапырықтан мезі болған адамдай қолымдағы құжаттарды желпілеп отырып кезегімді күттім. Кенет жоғарыда ілулі тұрған экранның бірінде менің реттік саным шыға келді. Шапшаң орыннан көтеріліп, 7-ші терезеге жеттім. Бойшаңмын. Іште отырған маманды анық көру үшін терезеге еңкейе түстім. Іште отырған бойжеткен алдына жайылған құжаттарын қарбалас реттестіріп жатыр екен. Менің келіп қалғанымды байқамаған тәрізді. Басын жоғары көтермеді. Неге екені менің де оны асықтырғым келе қоймады. Сырттай үнсіз бақыладым. Аққұба келген мүсіні шағын ғана еді. Үстіне киген киімі мұнтаздай таза. Шапшаң қозғалған саусақтары да сондай аппақ, нәзік. Қарай бергім келді. Осы сәтте бойжеткен жанарын жалт көтерді. Дәл ұрлық үстінде ұсталып қалғандай күйге түстім. Шіркін-ай, жанары неткен әсем еді. Сол тылсым бір сәтте тұла бойымды арбап алғандай үнсізбін. Алайда бұл үнсіздікті ұзаққа созғысы келмеген бойжеткен, «Сәлеметсіз бе? Қандай мәселемен келдіңіз?» деп сұрады. Неге екені ләм-мим деп тіл қата алмадым. Жалпы өзімді ұяң жігіттердің қатарына жатқызбасем, етім тірі, шапшаңмын, десем болады. Бірақ бүгін тілім күрмелді. Онымды білдіргім келмей, бірден қолымдағы құжаттарды ұсындым. Әр қағазымды мұқият қарап шыққан бойжеткен ретімен бірнеше сұрақ қойды. Не деп жауап бергенімді өзімде ұққам жоқ. Ойлап жататын шамам болмады. Жай ғана жүрегім жарылардай қуанып, ыржалаңдай бергім келді. Бірақ бойжеткен маған қарсы жымиюға асықпады. Керісінше, өзінше барынша салмақты, тіпті салқын ұстады. Бар құжаттарымды толық толтырып, өзіме ұсынып жатып, «Сау болыңыз, жолыңыз болсын» деп қоштасуға асықты. Ал менің өйткім келмеді. Бірақ кезекте тұрған келесі адам келіп жеткен соң кері шегінуіме тура келді. Терезе алдынан кетсем де, халыққа қызмет көрсету орталығының маңынан біразға дейін ұзай алмай жүрдім. Жүрегім алай-дүлей күйде еді. Құжаттарымды толық ретке келтіріп бітсем де, келесі күні бір тылсым күш мені қайта сол жаққа жетеледі. Қайта нөмір алдым. Сөйттім де төбедегі экранды аңдыдым. Сәлден кейін солардың бірі мен өзіне шақырды. Бірақ бұл жолы 7-ші емес, 13-ші терезе боп шықты. Барғам жоқ. Екі көзім 7-ші терезеде. Сәлден кейін 7-ші терезенің алдындағы адамның кетуге жиналғанын байқап, асығыс аяқ бастым. Жеткен бойда қайта жасып қалмас үшін, «Сәлем, неге екені сізді қатты көргім келді. Сізбен танысқым келеді», дедім бірден. Бірақ бойжеткен бұл жолы да жібей қоймады. Керісінше қабағын шыта түсіп, «Кешіріңіз, менің уақытымды алмаңыз. Сізбен танысатын ниетім жоқ, сау болыңыз», деп салқындық танытты. Бірақ мен оның оңай жеңілер ойым болмады. Келесі күні де 7-ші терезенің алдына оралдым. Қолыма шоколад ұстай баруды да ұмытқам жоқ. Бойжеткен тағы ашыла қоймады. Бірден бетімді қайтарып, сыпайы шығарып салуға асықты. Десе де, бүгін жанарында жылулық бардай көрінді. Тіпті әлсін езу тартқандай болды. Сол себепті бәлкім жұмыс орында өзін еркін ұстай алмаған болар деген оймен кеш түскенін күттім. Жаздың күні,
алаулап батысқа қарай бет алғанымен әлі де өтімді болатын. Содан таса іздеген мен көліктер тұрағындағы ағаштың көлеңкесін паналадым. Қолымда ұзақтау таңдаған бір құшақ раушан гүлі бар. Бұл жолы өзіме сенімдімін. Біраз уақыттан кейін іштен сыртқа шығып келе жатқан бір топ қыз көрінді. Ішінде менің ғашығым да бар еді. Езуім екі құлағыма жетердей қуанып, асығыс алдыға шапшыдым. Алайда келесі сәтте-ақ кілт тоқтадым. Құрбыларымен көңілді қоштасқан әлгі сұлуым да мені байқап сөйтті. Осы сәтте төбемнен әлде біреу мұздай су құйып жібергендей күй кештім. Қарсы алдымда екі бірдей таяққа сүйенген осалдау жан тұр еді. Қас қағым сәтте санамды бірнеше күннен бері аңсаған сұлуым осы ма еді. Мына адамның одан бөлектеу көрінуі қалай? Бұл қалай болғаны? Енді не істеуім керек деген сан түрлі ой шарлап тұрған жеріме қазықша қағылғандай тұра бердім. Қолымдағы гүлді де ұсынуға асықпадым. Осы сәтте екеуміздің жанарымыз түйісті. Сол-ақ еді, бойжеткен іштегі жасырын ойымды оқып қойғандай көрініп, басын жоғары көтерген күйі қолына ұстаған таяқтарының сүйемелдеуімен қос аяғын сілтей басып, қасымнан кідірмей өте шықты. Сөйтіп менің арт жағымда тұрған ықшамдау жеңіл автокөліктің рөліне отырып, байыппен орнынан қозғалды да ұзап кете барды. Мен бе? Ал мен болсам, бір құшақ раушан гүлін құшақтап қала бердім. Міне, сол күннен бері бір жылдай уақыт өтті. Жұмысқа орналастым. Жаңа жерде жаңа адамдармен таныстым. Өмір өз ағымымен өтіп жатыр. Бірақ әлгі көздер әл есімде. Түсіме де жиі кіреді. Бірде күлкі сыйласа, бірде мұң шертеді. Ұмыта алар емеспін. Ол жанды кемшілігіне қарамастан сүйетін сияқтымын. Сағынамын. Сол себепті бүгін кешкілік қолыма бұрынғыдағыдан үлкендеу шоқ гүлін алып үстіме ең жақсы жейдемді киіп, халыққа қызмет көрсету орталығының алдына келдім. Шегінгім келмейді. Бұл жолы тіпті шегінгім келмейді. Бірден көліктер арасынан әлгі бойжеткеннің көлігін тауып, бар зейініммен ол шығуы керек есікке қараймын. Көп күттірмей өзі де көрінді. Қолында әлі де қос таяғы бар. Аяқтарын да бұрынғыдай сілтіп басады. Бірақ бұл жолы оның мен үшін еш маңызы жоқ. Иә, солай дедім. Мен өзіме өзім бірнеше рет. Сөйттім де баяу ілгері бастым. Осы сәтте жолымды әлде біреу асығыс кесіп өтті. Оның да қолында бір құшақ гүлі бар. Нық басқан ол дәл бойжеткеннің алдына кеп тоқтап, ойланбастан гүлін ұсына қойды. Гүлге бір, жігітке бір қараған қыз, кешіріңіз, менің уақытымды алмаңыз, сізбен танысатын ниетім жоқ, сау болыңыз, деп сенімді тіл қатып шетке ығысты. Бұл сөздерді алғаш естуім еместей көрінді, бірақ әлгі жігіт іркіліп қалмады. Керісінше, қолындағы гүлін асығыс ұстатты да, әй-шәй деместен қызды күштеп қолына көтеріп алды. Дәл осы сәтте қыз таңқалысын жасыра алмай, жіберіңіз деймін, түсіріңіз мені, мұныңыз қалай, ашуыма тимеңіз деп сөйлеп жатты. Бұған жігіт, неге екені менің сөзіме сенбейтініңізді байқадым. Маған сезімімнің шынайылығын дәлелдеу үшін уақыт бергеніңізді қалаймын. Сол себепті осындай қадамға барып тұрмын. Егер бірден бетімді қайтармаймын деп сөз берсеңіз, солай ақ болсын, жерге түсірейін деп күлімдей. Қыз да езуін жасыра алмады. Жігіттің жанарына үңіліп бір қарады да, келісімін бергендей бас изеді. Мұны көрген жігіт абаймен қызды қайта жерге түсірді. Ал мен болсам, қолымдағы раушан гүлін құшақтаған қалпы, сүйкімді қыздың шынайы күлімдеген жүзіне тағы біраз қарап тұрдым да, ақырын кері шегіндім.